Ресторандағыдай дәмді болатын әрі аз уақыт кететін, яғни 20 ғана минутта пісетін тағам өте оңай, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен біз барлық заттарды турап дайындап қоямыз. Табамызды жоғары отқа қойып, үстіне 4 ас қасық өсімдік майын құямыз. Осылай жіңішке етіп туралған тауық етін үстіне салып, әдемілеп қуырып алатын боламыз. Қанша мөлшерде қажет екенін барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Мінекей осылай орташа отқа қоямыз. Кішкене тауық етін салғаннан кейін бетін жауып қойып, 10 минуттай қуыратын боламыз. Әдем болып суы шығады. Енді біз көбік етіп туралған пиязымызды саламыз. Бұл кәдімгі пияз. Осылай араластырып, кішкене қуырғаннан кейін үстіне 1,5 қасықтай ұн саламыз. Толтырмай, ұнды әдемілеп араластырып, кішкене қуырып, содан кейін үстіне томатымызды саламыз. 1 ас қасықтан аса, яғни ол да 1,5 қасықтай. Осылай әдемілеп қуырылғаннан кейін бетіне дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды сеуіп, араластырып, үстіне су құятын боламыз. Бетін жауып қойып, кішкене қайнатамыз. Білесіздер, тауық еті өте тез піседі. Сондықтан 7 минут қана қайнатсаңыздар болады. Осындай қайнағаннан кейін осындай болады, әдем болып. Үстіне 2 ас қасық магазин қаймағын салатын боламыз. Менде 20%, яғни 20% қаймақ. 2 тіше сарымсақты теркіден өткізіп, онда салып, 2-3 минуттай ғана кішкене бұрқ етіп қайнағанға күтеміз. Мінекей қайнады, тағамымыз дайын болды бізде. Мен оны күрішпен ұсынамын. Күрішпен өте күшті сәйкес келеді. Өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылыңыздар.